Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында оңай тез дайындалатын песочный печеньемен бөліскім келеді. Құрамы өте қарапайым, санаулы ғана заттардан тұрады. Печеньенің қамыры өте үгілмелі және нәзік болып шығады. Ең алдымен бөлме температурасындағы тұрған жұмсақ сары майымызды салып, үстінен қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсақ та болады. Алдын ала үккіштен өткізілген ұнды салып және араластырып аламыз. Лимонды жақсылап жуып, сыртын құрғатып аламыз және лимонның цедрасын үккіштен өткіземіз. Міне осылай өткізіп алып, қамырды жақсылап 10 минуттай илейміз. Иленген қамырымызды пакетке салып, тағы да 10 минут демалдырып қоямыз. Демалған қамырды алып, неше түрлі формада печеньелер жасай беруге болады. Мен 15-20 граммнан үзіп алып, домалақтаймын. Кунжут сепсеңіз де болады үстіне, болмаса вилкамен басып шықсаңыз болады. Мен вилкамен басам және кунжут сеуіп, екі түрінен жасайтын боламын. Дайын болған печеньені алдын ала қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Мен 180 градуста 40 минутта пісіремін. Сіз енді пешіңізге байланысты пісіресіз. Печенье дайын, пісіріп аламыз. Песочный печеньеміз дайын. Өте үгілмелі, нәзік, дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.